Сабаққа екі оқу мақсатын қойдым. Бірінші оқылым дағдысы бойынша мақала құрылымы мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Екінші, жазылым дағдысы бойынша мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру. Мен сабағымда мақала жазуды жоспарладым. Келесі, сабақтың басында 3 дидактикалық сәт қойылды. Бірінші, бейне ролик. Бұның мақсаты оқушылардың рухын көтеру, сыныпта эмоционалды қарым-қатынас орнату. Екінші, суреттер сыры неде деген сауалнама бере отырып, оқушылардың ой пікірлерін тыңдау. Үшінші, Тони Раяның құрастыру кілті арқылы суреттер топтамасын ұсынамын. Осы суреттерді, берілген суреттерді қатыстыра отырып, оқушылар шағын ауызша мәтін құрастыру тапсырмасы берілді. Бұл екі тапсырма проблемалық тапсырмалар. Жалпы бұл екі жұмыстың мақсаты сабақтың тақырыбын анықтату, оқушылардың назарын жалпы контекстке аудару. Сабақтың басында сонымен қатар мен топтық жұмысымды ұйымдастырып аламын. Қазақ тілі тобы, ұлттық болмыс тобы, діл мен рух тобы. Осы үш контекстта мен оқушыларға жаңағы нақыл сөздер мен мақал мәтелдер ұсынамын. Әр бала өзі алған нақыл сөздің мақал мәтелдің мазмұнына сай өздерінің логотип тобына барып отырады. Жалпы топтық жұмыс белсенді оқыту әдісі болғандықтан, бұл жерде менің жалпы мақсатым оқушыларды жақын арадағы даму аймағын дамыту мақсатында топтық жұмысты мен сабақ барысында ұйымдастыратын боламын. Келесі, бүгінгі жалпы үлкен мақсат мендегі мақала жаздырту, яғни мақаланы жаздыртуды үйрету. Сондықтан да бірінші тапсырмаға мен балалар осы уақытқа дейін мақаланың теориясын біледі. Сондықтан да бірінші тапсырмаға мен оқушылардың мақала жанры туралы теориялық білімдерін қайталату және бағалау мақсатында тест жұмысын қойдым. Бұл тест жұмысы платформасы арқылы берілді және тексерілді. Жалпы балалар бұл тест жұмысын өздері бағалайды. Ең жоғары балл саны 3 балл бұл тапсырмаға қойылған. Яғни 9-10 дұрыс жауап 3 балл, 7-8 дұрыс жауап 2 балл, 5-6 дұрыс жауап 1 балл жинайды. Әр оқушы осы бағалау шкаласы бойынша өзін-өзі бағалау парағына қондырады. Бұл келесі екінші тапсырма менде бұл 4 балл, 3 баллмен бағаланады. Бұл топтық жұмыс. Бұл топтық жұмыс 3 топ жұмыс жасайды. Әрқайсына лексикалық тақырып беріледі. Жалпы топтық жұмыстың мақсаты лексикалық тақырып бойынша жазба жұмысының мазмұнына ақпараттар жинақтау. Бірінші топ қазақ тілі тобының тапсырмасы жаһандану дегеніміз не? Жаһанданудың пайдасы мен зияны қандай? Бұлар бұл жерде қолданылатын әдіс өзара шағын дебат ұйымдастыру керек балаларға. 3 балмен бағаланады. Қосымша ресурс ретінде осы тақырыпта оқылым мәтіні беріледі. Дескрипторлар дебаттың құрылымын біледі 1 балл, аудиторияның қызығушылығын ынталандыра алады 1 балл, берілген оқылым мәтінін интерпретациялап, көркем сауатты жеткізеді, көзқарасын білдіреді, ойын дәлелдей алады 1 балл. Жалпы дебатты ұйымдастыруға мен балаларға нұсқаулық беремін қосымша. Үкімет тобы, жақтаушы топ, жаһанданудың пайдасы, оппозиция тобы, даттаушы топ, жаһанданудың зияны,